Саламатсыздар ма оқушылар? Сауат ашу сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы менің отбасым. Дыбысымен әрпі. Бүгінгі сабақта оқу түрлерін қолданып, сөз, сөйлем сызбасын құрамыз. Оқушылар, өткен сабақта біз қандай дыбыспен таныс болдық? Иә, дұрыс айтасыңдар, дыбысымен таныстық. Тапсырмаға назар аударайық. Оқушылар, кірпі бізге келе жатыр еді, оның алдынан түлкі шығыпты. Түлкі кірпіге: мен оқушылардың қалай оқитынын тексермей, сені жібермеймін депті. Ендеше оқушылар, кірпіге көмектесу үшін оқулығымыздың 65-ші бетін ашып, бағандағы сөздерді оқуымыз керек. Ін, іні, іс, тіс, үл, піл, ірі, тіл. Жарайсыңдар оқушылар. Енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Біз оқып шықтық дегенмен түлкі кірпіні жібермей жатыр. Өйткені сендердің оқитындарыңды көріп, түлкі кірпіні бұлттар арасына тығып қойыпты. Бұлттағы сөздердің кейбір әріптері түсіп қалыпты. Соларды жазуымыз керек. Ендеше оқушылар, түсіп қалған әріптерді табайық. Бұлтта қандай әріптер түсіп қалған? Дұрыс айтасыңдар, әрпі түсіп қалған екен. Әрпін қойып, сөздерді оқимыз. Иә, оқушылар, кірпі, ілгіш сөздері шықты. Оқушылар, енді түлкінің келесі тапсырмасын орындайық. Мақалды оқып, мағынасына талдау жасаймыз. Ақылды іс тындырады, ақымақ тіс сындырады. Оқушылар, ақылды іс тындырады дегені, ақылды адам еш уақытта бос нәрсемен айналыспайды. Яғни, ақылды адам білімді болады екен. Ал ақымақ тіс сындырады. Тентек, сотқар, ешкімді тыңдамайтын білімсіз адамды айтады екен. Түлкінің келесі тапсырмасы қай сурет сызбаға сәйкес келеді? Дұрыс таптыңдар. Піл, тіл, шіл суреттері сызбаға сәйкес келеді екен. Балалар, міне кірпі де мектепке жақындай бастады. Оны енді не тоқтатып тұр деп ойлайсыңдар? Бағдаршам. Оның қандай көзі жанып тұр? Қызыл. Қызыл жанса не істейміз? Тоқтаймыз. Сары жанғанда не істейміз? Дайындаламыз. Қай көзі жанғанда жүретін едік? Жасыл. Ендеше, жасыл көзі жану үшін әрпі бар сөздерді көркем етіп, дәптерімізге жазып шығайық. Дәптеріміздің 40-шы бетін ашамыз. Оқушылар, сендер үлгідегідей әдемі етіп жазды деп ойлаймын. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақта дыбысынан кездесетін сөздерді оқып, түлкінің тапсырмаларын орындады. Кірпі де сіздерге жетті. Сендерге сабақ ұнады деп ойлаймын. Бүгінгі сабақта өздерін бағдаршам түстер арқылы бағалап көріңдер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.